Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін орталық жүйке жүйесіне әсер ететін препараттар туралы айта кетеміз. Ол тақырыпты бастамас бұрын біз орталық жүйке жүйесіне импульстардың қалай өтетіндігін анықтап алайық. Орталық жүйке жүйесіне біз афферентті жүйке жүйесі және эфферентті жүйке жүйесі арқылы әсер ете аламыз, яғни олардың өзіндік бір ерекшеліктері бар. Естеріңізде болады, сіздер физиология сабағынан рефлекстік доға туралы мағлұмат алған болатынсыздар. Сонымен қысқаша түрде түсіндіре кетсем. Мәселен, мынау сезгіш талшық дерлік. Осы сезгіш талшыққа біз қолымызды ыстық суға күйдіріп алдық. Сол арқылы бізге орталық жүйке жүйесіне осы афферентті нервация арқылы импульс барады. Ол яғни қолды күйдірді, ыстық деген импульс барып тұр. Ал орталық жүйке жүйесі ол қолды алып тартып алу үшін бізге афферентті жүйке жүйесі арқылы бізге сигнал келеді. Қысқаша айтатын болсақ, яғни афферентті жүйке жүйесі дегеніміз шеткері тіндерден орталық жүйке жүйесіне қарай импульстың берілуі. Ал эфферентті жүйке жүйесі дегеніміз ол орталық жүйке жүйесінен сезгіш талшыққа баруы. Бүгінгі тақырыпта біз афферентті жүйке жүйесіне әсер ететін препараттар туралы толығырақ тоқталып кетеміз. Афференттік жүйке жүйесі дегеніміз ол шеткері тіндерден орталық жүйке жүйесіне импульстарды өткізу деген мағынаны білдіреді. Оны біз екі үлкен топқа бөліп қарастырамыз. Өзі нерв импульстерін тежейтін препараттардың өзі бірінші топқа бөледі. Нерв импульстарын тежейтін препараттарға ол жергілікті анестетиктер, қармаушы заттар, қаптаушы зат, абсорбциялық препарат. Бұлардың бәрі дәрі препараттардың топтары. Келесі бізде орталық жүйке жүйесін таңдырғыш препараттарға не үшін қолданылады? Олар біз науқас талмаға түскенде, яғни обморокқа түскен кезде аяқ астынан, немесе талып қалған кезде, және де немесе бір ауру сезімі пайда болған кезде, яғни тіннің тітіркендіргіштігін ояту деген мағынаны білдіреді. Ол препараттарға ментол, яғни оның өткір иісіне байланысты этил спирттері болуы мүмкін, және де горчичник немесе қыша қағазы болуы мүмкін. Қыша қағазын тері қабатына жабыстырған кезде сол аймақты тітіркендіреді. Нерв стимул импульсын тежейтін препараттарды қолданамыз. Оларға мәселен жергілікті анестезия дегеніміз өздеріңіз білетіндей, ол жалпы ауру сезімін басушы препараттар жатқызуға болады. Жергілікті анестезияның өзін бірнеше топқа бөліп қарастырсақ болады. Жергілікті анестезияда біз бетке немесе терминалды, өткізгіш, инфильтрациялық, эпидуральды, жұлындық деп бөлсек болады. Яғни бұл местный анестетиктердің әсер ету деңгейіне немесе қабатына байланысты. Келесі бір топтың бірі ол қармаушы заттар. Қармаушы заттар бізде қай кезде қолданылады? Ол көбінесе шыққыштық қабаттарының тітіркенуін басу мақсатында қолданылады. Мәселен, ол қармаушы заттарды препараттарды біз үш топқа бөліп қарастырсақ болады. Яғни олар алюминий туындысынан жасалған препараттар, висмуттан жасалған препараттар, немесе өсімдіктен алынған препараттар деп бөліп қарастырсақ болады. Яғни бізде өздеріңіз білетіндей, мысалы асқазан ойық жарасы кезінде біздің асқазан шыққыштық қабаты жара болғандықтан ол не нәрсеге болсын, мысалы тамақ қабылдағанда болсын, асқазаннан бөлінген сөлдер болсын, тітіркендіргіш болып келеді. Сол себепті біз оның алдын алу үшін, яғни тітіркендіргіштігі басу үшін біз алмагель, фосфолигель препараттарын қолданамыз. Екінші бір препараттардың бір түрі ол бізде қаптаушы заттар. Ол қаптаушы заттар көбінесе бізде терінің шыт қабаты зақымдаған кезде ауру сезімін басу мақсатында тағайындалады. Ол бізде танин, крахмал ұнтақтар жатады, яғни терідегі тітіркендіргіш симптомдарды басу мақсатында қолданылады. Келесі топ абсорбциялық препараттар, яғни өздеріңіз жиі естіген боларсыздар, олар яғни активированный уголь деп аталады. Яғни белсендірілген көмір асқазанға түскен ол заттардың токсиндерін өзіне байлау арқылы
ол организмнен шығарылады, яғни ол уытты заттардың организмге әсері болмай қалады. Импульс өту дегеніміз, яғни қозу үрдісін жүріп жатыр деген білдіреді. Қозу үрдісі бізде рецепторларда немесе нерв жүйесінде қалай өтеді, сол туралы соның механизмін сіздерге көрсетейін. Жасуша тыныштық күйде болады және қозған күйде болады. Тыныштық күйде болғанымыз поляризация деп айтсақ, ал қозу үрдісін деполяризация деп атаймыз. Яғни деполяризация қалай жүреді? Яғни көз алдымызда жүйке жүйесінің, яғни нейрондардың өзара байланысы болады. Сіздер білетіндей, нейрондың екі жіпшесі бар, яғни қысқа және ұзын. Бізде ұзынын аксон, қысқасын дендрит деп атаймыз. Аксоннан, яғни нерв импульсы қалай жүреді? Бағанағы синапс бізде схема түрінде осы жерді көрсеткен болатын, яғни бір нейронмен екінші нейронның байланысқан арасы. Импульс өту, яғни бізде айтқанда қозу, деполяризация жүрді деген мағынаны білдіреді. Деполяризация бізде яғни осы бір именно осы бір бөлікті алатын болса, яғни нейрон арасындағы мына бір бөлік мына түрде схема түрінде көрсеттім. Бізге импульс жүрді дейік, яғни қозу, деполяризация. Ол кезде мембрана ішінде қандай өзгерістер болып жатады? Яғни өздеріңіз білетіндей, деполяризация дегеніміз бізде натрий ионының мембрана ішіне енуі. Тыныштық күйде бізде мембрананың ішінде, яғни калий орналасады. Калий минус орналасады. Ал қозу кезінде, импульс жүрген кезінде бізге сырттағы натрий плюс иондық канал арқылы ішке енеді. Сөйтті калийдің бәрі мембрананың сыртынан шығады. Натрий клетканың ішіне көптеп енген сайын бізде қозу үрдісі қарқынды жүреді. Бұл көріністің бәрі мына жерде болып жатқан жағдай. Яғни импульс өтуде. Импульс бізде нейрон арқылы, нейронның аксон талшықтары арқылы неравномерно өтеді. Яғни ол секіріп өтеді. Не себепті? Өйткені бізде өздеріңіз білетіндей бұл шван жасушасы, шван жасушасы. Мынау тіліктер, ортаға тіліктер ранве тілігі деп аталады. Ранве үзілісі деп те аталады. Яғни осы импульс өткен кезде арасынан шван жасушаларын секіріп өтіп, яғни ранве тіліктер арқылы өтіп, әр нейрондарға өтіп отырады. Мәселен, біз бағана айтып кеткенде, яғни местің жергілікті анестетиктер қалай әсер етеді, яғни олар біздің ару сезімді басу, яғни қозуды басу үшін қолданатын препараттар еді. Олардың әсері қандай? Мәселен, біз терінің қабатына жергілікті анестетиктерді шаққан кезде, олар теріге сіңіп, сол терінің ішіндегі нерв жасушаларына, яғни импульстарды тізбеге әсер етеді. Ол дегеніміз нерв талшықтарына натрийдің енуін блокқа қояды. Яғни натрийді бізде енгізбейді. Яғни натрийдің нерв талшықтарына енуін тоқтатады. Сол жағдай мембрананың ішінде, яғни натрийдің иондық канал арқылы өтуін тежейді. Тежейді. Сол себепті бізде натрийдің мембрана ішіне енбеуі немесе нерв жасушаларының ішіндегі натрийдің нерв талшықтарына енбеуі бізде деполяризацияның алдын алады. Яғни мембрана тыныштық күйде қалады. Сол себепті бізге жергілікті анестезияны қолданған кезде ауру сезімі сезілмейді. Достар, сіздерге менің видеом қызықты болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар және де лайк басып комментарий қалдырыңыздар.